Егер сен жақында босанған болсаң, бұл жаттығулар мен әрекеттерді мүлдем жасаушы болма. Бірінші, жүгіріп секіретін жаттығулар. Сен жақында ғана босанғансың, сол себепті сенің жатырың енді ғана қалыпқа келіп жатыр. Сол кезде сен жүгіретін, секіретін жаттығулар жасайтын болсаң, сенің жатырың төменге түсіп кету ықтималдылығы жоғарылайды. Сол себепті сенің қалыпқа келу процесін төмендейді, және де несепті ұстай алмау, геморрой және тағы да басқа ауруларды ушықтырып және де өміріне әкеліп алуы мүмкін. Екінші, ауыр гантельдер мен штангаларды көтеретін жаттығуларды мүлдем жасаба. Себебі сен жақында ғана босандың, жаңа айтып кеткендей, жатырың әлі қалыпқа келіп жатыр. Сол мезетте сен ауыр заттарды көтеру арқылы жаттығу жасайтын болсаң, онда сен ішіңмен күшенесің, сәйкесінше жатырыңды тағы да төменге түсіріп жіберуің мүмкін. Үшінші, өте қатты үлкен дефицит жасау, яғни 1200, 1400 деген сияқты килокалориямен тамақтану. Ол да саған үлкен қауіп тигізуі мүмкін. Біріншіден, сенің сүтің жоғалып кетуі мүмкін. Екіншіден, тағы да шамадан тыс көп тамақ жеп кетуіне немесе сырыпқа әкелетін болады. Сен жақында ғана босандың, сол себепті бұл әрекеттерді мүлдем жасама. Ең алдымен сен анасың, сол себепті өз-өзіне қамқор бол. Егер бұл ақпарат саған пайдалы болса, міндетті түрде өзіне сақтап алып, жақында босанған құрбыларына жібер. Ал келесі жолы мен босанғаннан кейін қалай өзіне зардап тигізбей жасауға болатын жаттығулармен және әрекеттермен бөлісетін боламын.